Iblistің балалары. Тәңірі тағала адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауға бұйырады. Періштелер жиналып, адамды айналып қарап көреді. Сол кезде Иблис лып етіп адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзасын, қан тамырларын аралап шығады да, 3 баласын адамның 3 жеріне жайғастырады. Бірінші баласын адамның өңешіне жайғастырып, сен көмейде отыр, адам сөйлегенде сөзінің арасына анайы боқтық сөздерді салып тұр. Сенің әсеріңнен жағынан жаңылып, басы бәлеге шатылатын болсын деп тапсырады. Екінші баласын жүрекке жайғастырып, адамның жүрегіне күмән саласың, соңғы демі үзілгенше күдіктен арылмайтын болсын дейді. Үшінші баласын қуықтың басына жайғастырып, сен кіші дәрет алғанда бір тамшы зәрін тұтып қал. Адамдар құлшылыққа кірісіп намазын өтеп жатқанда бір тамшы зәрді ағызып оның дәретін бұзасың дейді. Содан бастап Иблистің 3 баласы адамның 3 жерінде отырып, кесірін тигізетін болыпты. Егер пенде аңдап сөйлемесе, басы дауға шатылып, тірісінде Аллаға иман келтірсе де күмәннен айықпайтын және намазының жиі бұзылатыны содан екен деседі. Сондықтан да мұсылмандар дәрет алғанда тамағын терең шайып, ғар-ғара тартып, өңештегі шайтанды қуады. Алланың есімдерін зікір етіп, жүректегі шайтанды тоқпақтайды. Дәрет алғанда тахараты кәміл болмай, намазға тұрмайды.